Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін танымал актриса ғана емес, сонымен қатар жеке бостандықты бағалайтын түрік әйелдерінің үлгісі, ең стильді актриса көрерменге Сұлтан Сүлейманның күңі Фирузе Хатун ролімен таныс Жансу Дере жайлы айтатын боламын. Актриса ең көп ақша төленетін модель мәртебесінде. Ол аяқ киімге барлық ақшасын жұмсауға дайын. Тұрмысқа шығамын деп жоспарлаған жігіттері оны тастап кетті. Көрермендер Жансуды халыққа көмек қолын созбады деп қорлады. Енді осы және басқа ақпараттарды баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписаться бастырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Бұл сұлуды жанкүйерлері атақты L'Oréal Париж брендінің бет бейнесіне айналған алғашқы түрік әйелі ретінде біледі. Жарқын келбеті бар актриса сөзсіз актерлық шеберлікке ие. Бұл оған кино кейіпкерлерінің жарқын және түрлі түсті бейнелерін оңай көруге мүмкіндік береді. Жансу 1980 жылдың қазан айында дүниеге келген. Бастапқыда отбасы Анкарадан келді. Әкесі саудамен айналысқан, анасы мектепте мұғалім болып жұмыс жасаған. Актрисаның тағы інісі бар. Ол туылғаннан кейін көп ұзамай отбасы Измирге көшіп келді. Онда қыз орта мектепті бітірді. Бала кезінде Дере екі құмарлыққа ие болды: балет және тарих. Сахна туралы арман түсініксіз себептермен артта қалып, актриса білім алу үшін Стамбул университетіне келді. Таңдау археология мамандығына түсті. Университет алғаш рет Жансудың жарқын келбетін қатты бағалады. Бойы 180, салмағы 55 килограмм болатын Жансу сұлулық байқауында университет аруы атағын жеңіп алды. Модельдік агенттіктер Деренің сұлулығына назар аудара бастады. Жарқын брюнетканың фотосуреттері жылтыр журналдардың бетіне шыға бастады. Жас кезінде сұлулық сән апталарында өнер көрсетті. Әйгілі дизайнерлермен жұмыс істеді және көп ұзамай Түркиядан ең көп төленетін модель мәртебесіне ие болды. 2002 жылы Жансудың кинодағы шығармашылығы басталды. Дебют «Сумерки» телехикаясындағы кішігірім рөлден басталды. Содан кейін «Метро сарайы» комедиялық лентасы пайда болды. Бірінші басты роль актрисаға танымал Сыла үйге келу болды. Дере жұбын танымал сымбатты Түркияның үздік ерлер моделі Мехмет Акиф Алакурт сомдады. 2 жыл бойы көрермендер сүйікті кейіпкерлерінің бұрылыстарын бақылап тамашалады. Сериал актрисаны жұлдызға айналдырды. Эзель картинасы үшін Жансу Television Awards 2010 номинациясын жеңіп алды. Ол бірден түрік әйелін елдің жетекші актрисаларының қатарына қосты. Келесі Алтын қыздар сериясымен Бекзат «Мен сенің жүрегіңді жұлып алдым» қылмыстық экшн фильмінің режиссерларынан ұсыныстар түсе бастады. Жансу әлемге әйгілі Керемет ғасыр сериясының 3-ші маусымында пайда болды. Онда ол Сұлтанның күңі және Хюррем Сұлтанның қарсыласы Фирузаның рөлін ойнады. Көрермендер оның кейіпкерін бірден қабылдамады. Бірақ актриса жанкүйерлер армиясын жеңіп алды және оның ойыны туралы оң пікірлерге қол жеткізді. Деренің ең жақын досы Сельма Эргеч бұл картинада Хатидже Сұлтан рөлінде ойнады. Қысқа үзілістен кейін актриса тағы да Мама деп аталатын жапондық картинаның ремейкінде басты рөлді сомдады. Онда туған отбасында қорлық көрген кішкентай қыз туралы әңгіме айтылды. Кейінгі жылдары Жансу әртүрлі жанрдағы фильмдерде ойнауды жалғастырды. Онда ол басты рөлдерді сомдады. Дере кино қоржынындағы жарқын жобалардың бірі актриса әйел детектив Невра Элмастың есте қаларлық бейнесін ұсынған Тұлға таспасы болды. 2022 жылдың мамырында актриса Кәпір фильмінде ойнауды аяқтағаннан кейін Disney Play цифрлық платформасының жаңа сериясында жұмыс істеуге келісім шартқа отырғаны белгілі болды. Хобби Сейв Жансу аяқ киім дүкені бар. Актриса аяқ киімге барлық ақшасын жұмсауға дайын. Сонымен қатар актриса Гелмут Ланг, Прада және Джон Галлеонмен киімдерін өте жақсы көреді. Атақты актриса бала кезінен көп оқығанды ұнатады. Музыка мен саяхатсыз өмірін тіпті де елестете алмайды. Инстаграм аккаунтында Дере кәсіби деңгейде жасалған фотосуреттерін жариялап, жанкүйерлерімен бөлісіп отырады. Жансу жеке өмірі туралы айтуды ұнатпайды, бәрін құпия ұстайды және адамдар жұлдыздың өмірбаянының жеке мәліметтеріне қызығушылық танытпайды деп өзі санайды.
6 жыл бойы актриса әріптесі Джем Илмазбен қарым-қатынаста болып келді. Олардың араларындағы қызу роман сылда түсіріліміне кедергі келтіріп, ол Мехмет Алакурттың наразылығын тудырды. Серіктесі тіпті болашақта актрисамен бірге ойнағысы келмейтінін жеткізді. Актриса Джем әлі де оның күйеуі болады деп үміттенді. Күтті, бірақ актер айырылысудың бастамашысы өзі болды. Кейін одан да ауыр болды. Илмаз бұрынғы сүйіктісінің досына үйленді. Оны аңсауды қою үшін Жансу Кенан Имирзаоглумен қарым-қатынасты бастады. Алайда бұл қатынастар дамымады. Медиа Групп бас директоры Джем Айдында актрисаның сұлулығының алдында бас иген ерлер тізімінде. Ол актрисаның ғаламат ғасырда рөлге ие болуына ықпал етті. Жансу картинада ойнады, алайда Айдын басқа қызға үйленіп кетті. Әйгілі сериал Фируза мен Сүлейменнің, дәлірек айтсақ, Жансу мен Халид Эргенштің шынайы өмірдегі романы туралы қауесетке ауысты. Алайда құмар брюнетка кино мен өмірді араластырмайтындығын айтып, көпшілікті сендірді. Тұлға телехикаясын түсіру кезінде бұқаралық ақпарат құралдарында Жансу картинадағы серіктесі Метин Агдүгермен қарым-қатынаста болды. Бәрі қарым-қатынас байсалды, жастар ажырамайды және жоба аяқталғаннан кейін үйленуді жоспарлап отыр деп күтті. Алайда 21 жылы актер жаңа махаббатын тапқаны белгілі болды. Актрисаның келесі жігіті тағы да оны тастап кетті. Қазір Жансу кинода жұмысын жалғастыруда. 23 жылдың басы актриса үшін шиеленісті болды. Дере Мелис Сезенмен бірге опастық сериясындағы әріптесімен Испанияға 8-ші алтын жүзімдік сыйлығына ұшуы керек еді. Түрік әйелдері Испаниядағы түрік сериалдарының жетістігі үшін марапатқа ие болуы керек еді. Алайда ұшар алдында Жансу өзін нашар сезінді. Нәтижесінде дәрігерлер атақты адамға тамақтан улану диагнозын қойды. Бұл актрисаның проблемаларын тоқтатқан жоқ. Дере желі қолданушылары тарапынан тағы да хайпқа ұшырады. Мұның себебі Түркиядағы жер сілкінісі туралы Жансудың үнсіздігі болды. Сұлудың әлеуметтік желілерінде көмек ұсыныстары бар бірде-бір хабарламасы пайда болған жоқ. Жұртшылық бұл мінезін айыптап, оны қорлауды бастады. Мелис Сезен және Жансу Дере Мелис көп ұзамай басқа актерлармен бірге Инекапылыдағы орналасқан бірыңғай көмек орталығында көрінді. Бірақ бұл жағдайды түзете алмады. Көпшілік Деренің еріктілік қызметі әлеуметтік желілердегі шабуылдардан кейін басталды деп айыптады. Актриса бұл жағдайға үнсіз қалды. Жансудың талантын сүйетіндер оны ғимараттардың үйінділерінің астында өлді деп санады. Тек актриса жанкүйерлерді тыныштандырып, аяғын жарақаттағандықтан үнсіз қалған туралы жаңалықпен байланысқа шықты. Және әлеуметтік желілердегі атақты адамның түсінігінде тек қуанышты сәттер ғана көпшілікке көріну керек деп санайды. Жансу жануарларды жақсы көреді. Инстаграм аккаунтында актриса 4 аяқты достармен, мысықтармен, иттермен суретке жиі түседі. Баспасөзде Жансудың пластикалық хирургтардың көмегіне жүгінгені туралы мақалалар жиі пайда болады. Актрисаның өзі бұл болжамдарға түсініктеме берген жоқ. Жанкүйерлер арасында атақты актрисаның макияжбен және онсыз, сондай-ақ әртүрлі жарықтандырумен басқаша көрінетінін атап өткендер де болды. Атақты актрисаға қатысты ойларыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться бастырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.